маркетинг план айтатын боламын. Бірақ сіздерге айтайыншы, именно осы сетевой бизнес деген ол тұрақты табысқа апаратын жол деп біліңіздер. Өйткені сетевой маркетинг ол кездейсоқ әрекеттер емес. Ол нақты жоспарлап, кәдімгі жүйелі процесс. Егер сіз көп табыс тапқыңыз келсе, онда именно сетевойға келіп бизнес жасағаныңыз өзіңізге тиімді да. Бұл жерде главное сіз кірген уақытта стратегияңызды дұрыстап қойып алсаңыз, енді целдеп жатады, арман мақсатыңызды нақтылап, одан кейін оған апаратын жолдарды кәдімгідей нақтылап жазып қоятын болсаңыз, сізге ол жаққа бару оңай болады. Негізі любой адам сетевой компанияны таңдаған уақытта бірінші очередте компанияның продукциясына қарау керек. Одан продукция өзіне сатып тұрған болса, продукция уже кәдімгі барлық жерде, барлық социальный сеттерде айғайлап айтылып жатқан, және де өте көп отзывтар шыққан болса, ол компанияға сіздер 100% баруларыңыз керек, и ол компанияны басқа ешқандай компаниямен айырбастамау керек. Өйткені продукциясы өтіп тұрған компанияның маркетинг планы өте жақсы болады. Бұл жерде бизнес бастауға өте тиімді деген сөз. Нақты жасалған қадамдар сіздерді табысқа апарады. Жаңа орта қалыптастырасыздар. Сетевой маркетинг ол бізде өспелі табыс көзі. Жаңа таныстық, көптеген адамдардың арман мақсатына қол жеткізуіне себеп боласыз. Алғыс аласыз. Қаншама адамның денсаулығын жақсаруына, бизнес бастауына себепші боласыз. Ол деген сөз, енді жақсылыққа қадам бастайсыздар деген сөз ғой. Әр адам ниетіңізді қоясыз, ниет қоясыз, одан кейін ниеттен кейін әрекеттен кейін нәтиже болады. Ал біздің Dandelion компаниясының қай продукциясын алмасаңыз да, барлық продукциясы өзін-өзі ақтап тұрған продукция. Бір магний H2 водородтың өзі қаншама ауруға өзіндік жақсы нәтижелерін беріп жатыр. TikTokқа кіріп қарасаңыздар да, Instagramға кіріп қарасаңыздар да, отзывтар өте көп. Любой адам, біз даже таргет рекламасын жіберген уақытта келген адамдар уже біліп келіп жатады магний водородты. Одан ары қарай сіз ол кісімен жұмыс жасайсыз да, и ол кісі сізге тіркеліп, уже жайлап өзінің денсаулығына нәтиже көргеннен кейін ол уже бизнес жүйені сұрай бастайды. Бизнес жүйені сұрай бастағаннан кейін енді сразу біз компаниямыздың артықшылығын айтып өтуіміз керек бұл жерде. Біздің Dandelion компаниясының артықшылығы басқа компаниялар біріншіден 1 PV 500 теңге бізде. Бірақ реттік сіз 360 PV-ға енді 1600 теңгеге бірақ рет активациялайсыздар. Бұл деген сөз, сіздер үлкен бизнесқа қадам жасап жатсыз деген сөз. Бұлай қарап тұрсаңыз, тиімді ақша. Олған сіз 3 айға жететін өзіңіздің денсаулығыңызға керекті продукцияны аласыз. Продукцияны іше отыра, нәтижені көре отыра, сіз бұл жерде уже табыс көзін бастайсыз жайлы. Одан кейін екінші, бір реттік қана кабинетіңіз активация жасайсыз, одан кейін кабинетіңізге сал, ай сайын салып тұр деген бізде ондай вообще жоқ. Бізде халыққа қызмет көрсету, компания 15 мемлекетте заңды түрде жұмыс жасайды. Бұл дегеніміз, ол сенімділік пен тұрақтылықты көрсетеді. Одан кейін квалификацияны растау қажет емес бізде. 100% табыс төленеді. Табыс толық көлемде пайдаланушы төленіп отырады. Маркетинг жоспар бойынша 4 табыс көзі бар. Пассивтік табыс көзі бар бізде. Табысымыз айына 2 рет өзіміздің картамызға аударып шығарып отырамыз. Банк картамызға. Қазақстанда ресми тіркелген компания. Барлық сертификаттары бар. Халал сертификаты да бар. Өнімдеріміздің барлығы люкс качествода. Люкс качестводағы продукцияны біз қазіргі таңда денсаулығымызға қолданып отырмыз. Және де көптеген адамдардың денсаулығына жақсы нәтижесін бергеніне ұсынып отырмыз. Біз люкс качестводағы продукцияны ұсынып отырмыз. Биохакинг саласында жұмыс жасайды. Денсаулық пен адамның ұзақ өмір сүруіне 5 буынды люкс качестволық өнім ұсынып отыр біздің компания. Әлемнің кез келген жерінен төлем жасай аласыз. Одан кейін продукциялардың барлығы жапон технологиясы бойынша жасалған продукциялар. Енді қараңыздаршы, біздің маркетинг план өте оңай, өте тиімді. Осы жақында ғана енді менің командамнан бір кісі неге кеткен болатын. Бір компанияға кетті өзі.
ұмытып қалдым қазіргі таңда. Қатты енді тиктокқа кірсеңіз де бәрі жақта жарнамалап жатыр, бірақ сол адам маған айтып жатыр да, именно осы бізден кетіп қалған ол кісі. Сол кеше айтады, мен ана жақта уже жасай алмайды екенбіз, продукциялар эффективный емес екен, мен қайтып келсем бола ма? Я говорю, жоқ, болмайды, уже сіз кетіп қалғансыз, сізді уже компания қайттан кері қабылдамайды. И сол жақтың салыстырмалы түрде мына біздің маркетинг планымен салыстырмалы түрде айтқан кезде ойлап қараңыздаршы, ол компания ат шуланып бастағанымен бір нәтиже болмаған ғой. Адам қайтып келем десе, даже сол жақта үлкен статустардан кеткен, осы именно Dandelion компаниясынан үлкен статустардан кеткен кісілерде қайтқылары келіп жатыр, басқа компания іздеп жатыр. Егер сіздер любой компанияны қараған уақытта продукциясын қараңыздар, ол кетіп үлгересіздер, всегда кетіп, адам кетіп үлгереді. Бірақ именно жасап отқан орнында қай статуста отырсыз, сіз ол статусқа сіз аспаннан гүп етіп түсе қалған жоқсыз ғой, ол статусқа дейін сіз еңбек еттіңіз. Сондықтан қазіргі отырған статусыңызға жеткен еңбегіңізді өзіңіздің бағалаңыз. Егер басқа компаниядан сіздерге ұсыныс түсіп жатса, сол статусқа дейін жеткендегі артыңызға қарап, қаншалықты қиыншылықтан өттіңіз, команданы қалай жинадыңыз, адамдарға қалай әрекетіңізді көрсеттіңіз. Адамдар сіздің жаңа сізге сеніп келді ғой, сіздің өзіңізге сеніп келді ма, жоқ продукцияға келді ма, жоқ маркетингқа келді ма, соның барлығын саралаңыз. Қазіргі отырған статусыңыз ол сіздің жеткен межеңіз, одан кетіп қалуға болмайды. Любой басқа компанияға барсаңыздар да, нөлден бастайтын болсаңыздар, сіз осы күнге жеткен табысыңызға жеткенге дейін қаншама маңдай тер төгу керек. Ал осы компанияда маңдай теріңізді төгіп, адал еңбегіңізді алып отырсыз ба, сол жерде отыра берген дұрыс болады. Өйткені, когда адамдар всегда бір точкаға ұрып жұмыс жасаған уақытта, ол жерде үлкен жетістік бар. Бірақ енді бізді всегда шайтан түртеді ғой, енді келіп, бұдан да жақсы жер табуға болады деп. Бірақ сол кезде именно сіздер шайтанға ілеспей, Алла тағаланың көрсетіп отқан жолымен жүруге тырысу керек. Чтоб ойды саралап, қай компанияда отырсыз, не үшін келдіңіз, бұл компанияға басында не үшін келдіңіз, соны ойлаңыз. Сіз продукцияға келдіңіз ба, значит, бұл жердің продукциясы жақсы болды деген сөз. Сіз маркетингқа келдіңіз ба, значит, бұл жердің маркетингі ақшалы болды деген. Сіз мына жерден бір нені көрдіңіз, соған зацикливаться етіп, осыған жетпесем қоймаймын деп келдіңіз да, бірақ ортада жаңағы ана жақтан, мына жақтан келген ветреный жер, енді былай желдер бар ғой, есіп өтетін, солардың мақтауына, тағы да бірдеңкесіне ілесіп кетіп қалуыңыз мүмкін да. Бірақ сіз кетпестен бұрын обязательно 3 күн отырып ойлаңыз. Мына жерді маркетингін салыстырыңыз. О жаққа барғандағы қиыншылықтарыңызды ойлаңыз, алдын ала ойлаңыз оның барлығын. Барғаннан кейін бармақты тістеп, бекер істедім деген сөзді өзіңіз айтпас үшін бүгін ойлануыңыз керек. Енді қараңыздаршы, біздің компанияның беріп отқан өнімі де маркетинг планда өте күшті. Енді маркетинг планға келетін болсақ, бізде тіркелу тегін, бесплатно тіркелесіз. Тіркелгеннен кейін сізге ID мен пароль беріледі. Активация. Мен енді сразу үлкен пакетпен ғана айтып өтейінші. Қараңыздаршы, сіздер компанияға тіркелдіңіздер, бірақ рет 201.600 теңгеге сіз 6 продукция алдыңыз. Оны 3 ай ішесіз. Бірінші очередте денсаулық жейсіз. Сіздің денсаулығыңызда енді давлениеңіз болуы мүмкін, сахарыңыз болуы мүмкін, тағы бірдеңкеңіз болуы мүмкін. Бірақ 3 ай ішкен уақытта профилактика ретінде сіз уже нәтижесін көре бастайсыз. Басқа да нәтижелер көре бастайсыз, енді өзіңіздің денсаулығыңыздағы ақауға байланысты. Содан кейін уже сізге ой келеді. Мен мынандай нәтиже көрдім. Осы нәтижемен өзімнің жан-жағымдағы адамдармен бөлісейінші деген. Вот сол нәтижеңізбен бөлісе отырасыз, бизнес бастай аласыз. Бізде компанияға тіркелу тегін дедім. Одан кейін бізде 5 түрлі пакет бар. Клиентский пакет ол 30.000 теңге тұрады, бірақ оның үстінде 12% НДС бар. Сомен 33.600 теңге болады. 60 PV береді, кабинетіңізді активация 60 PV мен жасап алдыңыз. Партнер пакетінде 2 штук продукция аласыз, 2 қорап продукция аласыз, бағасы 67.200 теңге, 12% НДС мен. Ол сіздің денсаулығыңызға керекті өнім. Одан кейін 3-ші пакет, ол бізде бизнес пакет, ол жерде 3 продукция. Бағасы 100.800 теңге. Қазіргі таңда, бүгін соңғы күн,
100.800 теңгеге сіз 3 продукция алатын болсаңыз, компания үстінен 1 продукция қосып береді. Болгарский өнімдерден. 4 пакет тұр, ол элит пакет, 4 пачка өнім 4400 теңге тұрады. Ал VIP пакет, енді мен всегда айтам, осы VIP пакет өте керемет пакет. 201.600 теңге 6 продукция аласыз, 3 ай ішесіз, денсаулығыңызды нығайтасыз. Және де денсаулықты нығайта отырып, өзіңіздің көрген нәтижеңізбен бөлісе отырып, сіз команда жинайсыз. Одан кейін бізде жаңа мен айтып өткендей, активация деген жоқ, статус қорғау деген жоқ. Бізде балдар вообще күймейді, пивилар до последнего статуса накопительно жүріп отырады. Бізде 4 түрлі бонус төленеді. Бірінші бонус түрі ол бізде реферальный бонус. Реферальный бонус клиентский пакетте 5% төленеді, партнер пакетте 10% төленеді, бизнес пакетте 12% төленеді, элит пакетте 15% төленеді, VIP пакетте 20% төленеді. Реферальный бонус ол енді өзіңіз тіркелдіңіз, астыңызға тіркелген, өзіңіз лично шақырған, тіркелген бірінші линияңызға түсіп жатқан адамдардың барлығына реферальный бонус төленеді личниктеріңізден. Екінші бонус түрі бізде бинарный бонус. Бинарный бонус бізде 8% төленеді. Одан кейін матч бонус. Матч бонус бізде наставник статусынан бастап төленеді. Наставник статусынан бастап бірінші линиядан 10% төленеді. Мастер статусынан бастап бірінші линиядан 10%, екінші линиядан 10% төленеді. Советник статусынан бастап бірінші линиядан 10, екінші линиядан 10, үшінші линиядан 8% төленеді. Одан кейін бізде өте керемет статусный бонустар бар. Осы компанияға келген уақытта мен өзі консул статусындағы 25 миллион квартирный бонус үшін келген болатынмын. Сетевой саласында жұмыс жасап келе жатқаныма 4,5 жыл болды. Осы 4,5 жыл ішінде именно сетевой саласынан жақсы ақша табуға болатынын, ай сайын өсімді ақша табуға болатынын түсінгеннен кейін, осы маркетингті маған түсіндірген уақытта именно осы 25 миллион квартирный бонус үшін келген мен осы компанияға. Енді қараңыздар, менеджер статусын ашу үшін өте оңай. Менеджер статусын ашу үшін сіз VIP пакетпен оң жағыңызға 3 адам, сол жағыңызға 3 адам тіркесеңіз, сіз уже менеджер статусын ашасыз. 1000 PV-іңіз бар, малый веткаңыздан. Бізде барлық выплаталар малый веткадан төленеді. Екінші статус бізде наставник статусы. Наставник статусын жасау үшін сізге малый веткаңыздан 3000 PV жасау керек болады. Бірақ сізде уже мастер статус, менеджер статусын ашқан уақытта 1000 PV-іңіз бар, наставникте соның үстіне 2000 PV қосасыз да, уже сіз наставник статусын ашасыз. Менеджер статусын ашқан уақытта компания сізге 2 өнім тегін береді. Оны денсаулығыңызға қолдансаңыз да болады, сатып жіберсеңіз, енді 67.200 теңге ақша болады. Қараңыздар, одан кейін наставник статусын аштыңыз, 3 продукцияға сізге сертификат береді, 3 продукция береді, 100.800 теңге. Сатып жіберсеңіз 100.800 теңге. И плюс оның үстіне 50.000 теңге ақшалай сыйақы қосып береді еще. Ішсеңіз денсаулығыңызға пайдалы, сатып жіберсеңіз ақша болады. Енді қараңыз, мастер статусын ашу үшін жаңағы наставник статусындағы 3000 PV-дің үстіне 6000 PV қосасыз да, 9000 PV-мен мастер статусын ашасыз. Мастер статусын ашқан уақытта компания сізге 250.000 теңге ақшалай сыйақы береді, бір реттік. Одан кейін советник статусы. Советник статусында енді 30.000 PV-мен ашу керек малый веткадан. Бірақ сіздің 9000 PV-іңіз бар, үстіне 21.000 PV қосасыз да, уже советник статусын ашқан уақытта компания сізге 600.000 теңге ақшалай сыйақы береді. Бірақ оған сіз өзіңіздің осы именно советник статусына жеткен уақытта жұмыс құралыңыз ретінде iPhone алсаңыз болады, не болмаса ноутбук алсаңыз болады. Мен енді ноутбук алдым, несімен принтермен ноутбук алған болатынмын, және де iPhone 13 алдым. Осы 600.000 теңгеге мен осындай заттар алған болатынмын. Қазір мен советник статусындамын ғой. И плюс оның жаңағы чектерін сіз компанияға жібересіз отчет ретінде. Одан кейін директор статусын ашу үшін 90.000 PV керек болады, бірақ 30.000 PV накопительно жиналып тұрған PV-іңіз бар малый веткаңызда. Соның үстіне 60.000 PV қосасыз, сіз уже директор статусын ашасыз. Директор статусын ашқан уақытта 2 адамға путевка береді шетелге қыдырып келуге. Турцияға болуы мүмкін, тағы да басқа жаққа. Ол кезде 1.750.000 теңгені сізге аударып береді, сіз жаңағы турагентствоға аударасыз, сөйтіп 2 адам болып барып келесіз. Енді қараңызшы, жұмыс жасап жатқан сіз, бірақ сіз қасыңызға
осы компанияға тіркелген адам болсын, или болмаса тіркелмеген жолдасыңыз ба, балаңыз ба, қызыңыз ба, оны да ертіп барып келсеңіз болады. Даже партнеріңізді ертіп барып келіп, қыдырып демалып келуге болады. Енді сіздер директор статусына дейін, мына жақта директор статусы бізде 5-ші статус, директор статусына дейін сіз өте жақсы жұмыс жасадыңыз, жақсы көрсеткіш көрсеттіңіз. Сіздің айфоныңыздың өзі сізге кәдімгідей адамдар алып келеді. Енді путевка, путевка бар, сіз шетелге барып демалып келгеннен кейін, сіздің шетелге барып демалып келгеніңізді көрген сіздің достарыңыз, класстастарыңыз, таныстарыңыз, көршілеріңіз сізге уже қызға қарайтын болады. Өйткені сіз де олар сияқты үйде отырған адамсыз. Или болмаса пенсионерсіз, бірақ сіз шетелге барып келдіңіз, ол қалай барып келді, сен қалай барып келдің, қалай жасадың деген сұрақтар сізге пайда болады. Одан кейін келесі супер директор статусын уже оңай ашуға болады, өйткені сізде қызығушылық пайда болған адамдар көп. Соларды жайлап тарта отыра, сіз солармен жұмыс жасай отыра, денсаулықтарына пайдасын тигізе отыра, сіз командаңызды ұлғайтасыз. Енді осы именно супер директорда біз өзіміздің оң жағымыздан и сол жағымыздан, өзіміздің личниктарымыздан бір директор шығаруымыз керек. Сол кезде біз супер директор статусын ашамыз, 270 000 PV, оның 90 000 PV бізде сақталып тұрған бар, үстіне сонда 180 000 PV қосасыз. 12 500 000-ның автомобилін компания сізге сыйға береді. Ақшасын аударып береді, сіз өзіңіздің тапқан машинаңызға төлейсіз, сөйтіп компанияның логотипін машинаңызға жапсырып қоясыз, сөйтіп көрсетесіз. 12 500 000-ның машинасы. Басқа компаниялармен салыстыратын болсаңыз, именно осы машинаны басқа компанияларда кредитке береді екен. Бұл жерде сізге ақшасын береді, ешқандай кредитсіз, ештеңкесіз өзіңіз барып сатып аласыз. Дәл осы статусқа дейін сіз уже өте керемет жұмыс жасадыңыз деп, компания сіздің еңбегіңізді бағалап жатыр деген сөз. Одан кейін консул статусы 800 000 PV-мен ашасыз. Оның 270 000 уже сізде накопительна тұр. Бұл консул статусына жаңағы 2 директорыңыз, 2 супер директор болу керек. Өз машиналарын алу керек. Сол кезде сіз консул боласыз. Компания сізге 25 миллион ақша квартирный бонус береді. Одан кейін амбассадор статусында 2 400 000 PV болу керек. Оның 800 000 уже накопительна сізде жиналған. Соның жетпей тұрғанын PV-ларын жасап, одан кейін сізге 40 000-ның сертификатын береді. Оны енді өзіңіз білесіз, қалай жаратсаңыз да. Келесі статус президент статусы. Амбассадорға барғанда жаңағы 2 супер директорыңыз, 2 консул болады амбассадорда. Оң жағыңыздан 1 консул, сол жағыңыздан 1 консул шығарып, амбассадор статусын шығасы. Одан кейін президент болған кезде уже жаңағы 2 консулыңыз 2 амбассадор болу керек қой. Сол кезде сізге компания, бұл жерде уже 7 200 000 PV малый веткадан и именно мировой товарообороттан 1% сіз уже пассивный доход алып отыратын боласыз. Негізі осы пассивный доход дегенді көп адамдар именно осы президентке келгенде аламыз ба дейді, бірақ олай емес қой. Қараңыздар, сіздер жұмыс жасап жатсыздар, бірақ сіз уже өзіңізге лично тіркеп жатқан жоқсыз. Сіз командаңыздың жұмыс жасап бинарный бонус алып отырсыз ғой. Бинарный бонус ол сіздердің пассивный доходтарыңыз ғой, былай айтқан кезде. Мен өз солай түсінем. Одан кейін бізде ограничение 20 000 PV, бір айда ғана 20 000 PV-ді ғана шығара аласыз. Сонымен ограничение бар. Қалған ешқандай қиындық жоқ біздің компанияда. Біздің компанияның бір такой бинарный статусына, бинарный бонусының өзінен сіздер керемет табыс табасыздар. Бинарный статусы. Қараңыздаршы, менеджер статусын ашқанға дейін, жаңағы 1000 PV-ді малый веткадан жинағанға дейін сіздер 40 000 теңге табасыздар бинарный бонустан. Одан кейін наставник ашқанға дейін 80 000 теңге табасыздар. Одан кейін мастер статусын ашқанға дейін 240 000 теңге табасыздар. Советникті ашқанға дейін мастер мен советниктің ортасында 840 000 теңге табасыздар. Советник пен директордың ортасында 2 400 000 теңге табасыздар. Директор мен супер директордың ортасында 7 200 000. Бұны сіздер сразу ала алмайсыздар. Сіз қанша айда сіз
директордан кейін супер директор қанша айда аштыңыз, сол аралықта бөлінеді. 5 айда ашсаңыз 5 айға, 6 айда ашсаңыз 6 айға солай бөлінеді. 3 айда ашсаңыз 3 айға, 1 айда ашсаңыз 1 айда алып кетесіз осыны. Енді супер директор мен консулдың арасында 20 миллион 400 мың теңге бар. Ал консул мен амбассадордың арасында бинарный, бірақ бонустың өзі 64 миллион бар. Амбассадор мен президенттің арасында 102 миллион ақша бар. Енді осы жауып шыққанға 287 миллион 100 мың теңге алады екенсіз. Мынау компанияның бізге 250 мың теңге смартфоны, екі адамға бонусы, сертификаттары, соның барын бір-біріне қосып сіздерге сыйақысын беріп отыр екен компания. Енді қалай компанияны щедрый деп айтпауға болады. Өте щедрый компанияда отырсыздар. Жаңағы екі бонусты қосқан уақытта 368 миллион ақша. 368 миллион ақша қолыңызда тұр. Не істейсіздер? Уже сразу мида неше түрлі нейрондар пайда болу керек. 368 миллион қолымда ақшам бар. Не істеймін? Біреу бизнес жасауы мүмкін, біреу бизнес ашамын деуі мүмкін, иә? Қараңыздаршы, осындай керемет компанияны бүгін кіріп, әшейін есікті қағып, әлі Қазақстан нарығында қандай продукция бар екенін теңесуге келе ме, келмей ме есептемеген адамдардың артынан ілесудің қажеті жоқ. Өйткені олар әлі доходтарын есептеген жоқ. Ал біздің компания 1,5 жыл ішінде қаншама машина беріп тастады, қаншама квартирный бонус беріп тастады, қаншама iPhone беріп тастады. Оның барлығын жергілікті чаттарда айтып отырмыз, е? Мынаны кәдімгідей сіздерге күнде маркетинг планды, мынау маркетинг планды сіздерді ұйықтап жатқан уақытта тұр дегенде айта аламын. Өйткені мынау сіздердің миларыңыздан вообще шықпау керек. Кәдімгі миға жақсылап орналастырып қойсаңыздар, сіздер ешқандай компанияға алтын жалатып шақырса да бармайсыздар. Өйткені мына жердегі доход, каждый ай сайынғы доходтар өсіп отыр. Главное, сіздің өзіңіз командаңызбен нақтылап, мақсаттармен стратегия қойып жұмыс жасап отыратын болсаңыз, сіздің өсіміңіз оңай болады. Я арасында енді болып қалады кішкене нюанстар, бірақ оның барлығы, значит, сізге бір жақсылық келгелі тұрды. Егер қазір сіздің жұмысыңыз кішкене тоқтап тұрса, значит, сіздің алдыңызда сізді бір жақсылық күтіп тұр. Сол жақсылыққа баратын жолда болатын бір кедергілер болады. Значит, сол кедергілерді данный момент өткізіп жатсыз. Бірақ ол кедергіні сіз жеңбей кетіп қалсаңыз, сіз жеңілдіңіз. Ал егер именно қадап отырып, кәдімгі ступенькаға шыққандай, каждый ступенькада бісміллаңызды айтып, Аллаға сеніп жүретін болсаңыз, ертеңгі сізді күтіп тұрған жақсылық, ол вообще енді сіздің миыңызға кіріп шықпаған жақсылық күтіп тұруы мүмкін. Енді сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Маркетинг план жағынан айтып өттім. Компанияның артықшылығын барлығын айтып өттім. Енді бәрібір сіздер, например, мен өзім Ерсак компаниясында 3,5 жыл жұмыс жасадым да. Енді Ерсак компаниясымен салыстыратын болсам, мен негізі басқа компаниялардың продукциясын, не болмаса басқа компаниялардың маркетингін, басқа да дүниелерін жамандаудан жоқпын. Бірақ салыстырмалы түрде айтып берейін. Енді Ерсак компаниясында 3,5 жыл жұмыс жасадым. Ерсак компаниясымен салыстыратын болсақ, бізде именно Dandelion компаниясында накопительно жүреді PV-ларымыз. Ал Ерсак компаниясында 2 ай сайын күйіп отырады. Именно осы кешіріңіздер. Именно, например, осы декабрь айындағы, январь айындағы бал февральға жалғасады да күйіп қалады. Одан сөйтіп күйіп отырады да, ол вообще сіз бір статусты жасайым деп кәдімгі күшті әрекеттенесіз. Бірақ сізге бір болмайтын балдар жетпей қалған кезде ол күйіп кетеді. Сіз қайтадан 0-ден бастап жаңағы әрекетті қайта жасауыңыз керек та. Қайша талпынуыңыз керек. Сондайда сол жағынан салыстырмалы түрде қарағанда Dandelion компаниясының маркетинг планы өте керемет. Одан кейін ақшаны да, біздің компания ақшаны да айына 2 рет төлеп отырады. 1 күн кешіктіру, 2 күн кешіктіру деген жоқ.
уақытылы сіз қалай жібересіз, АВР-ыңызды тексереді, ЭЦП-ыңызды қарайды и сізге аударып жібереді. Вообще онда ешқандай проблемасы жоқ та. И мына статусный бонустар, керемет статусный бонустар бар Dandelion компаниясы. Ал Ерсак компаниясында ондай статусный бонустар жоқ. Ерсак компаниясы просто болмайтын бір арзан нелермен ұстап отыр. Жаңағы сыйлықтармен ғана ұстап отыр да, көп адам сол үшін ғана барады. Одан басқа, мен басқа компанияларды Dandelion компаниясына бәсекелес деп санамаймын. Бірақ ол компанияда жұмыс жасап жатқан адамдармен араласам, өйткені бізге опыт алмасу керек та. Обязательно басқа компаниялардың адамдармен жұмыс жасай отыра, сөйлесе отыра, сіз уже қаншалықты сіз қандай компанияда істеп жатсыз, сіз өз компанияңыздың артықшылығын айта аласыз да. Уже олардың ойына сіз ой сала аласыз. Олардың артықшылығын пайдаланып отырып, өз компаниямыздың мүмкіндігін арттыра аламыз біз. Өзімізді командамызға қосып алуымызға болады. Салыстырмалы түсіндіре отыра. Сондықтан алынбайтын қамал жоқ. Ал сетевиктарды именно осы біздің маркетинг планмен-ақ спокойно алуға болады. Мынаны 3 күнге үйіне құшақтап жатуға жіберсеңіз, любой сетевик келеді сіздің командаңызға. Главное, ана қырсық сетевиктар болады арасында. Мен қайтпаймын, мен осыны істеймін деп. Вот соларды ғана жылжыту қиын болады. Ал қалған жағынан айтатын болсаңыз, енді любой жерде біздің Dandelion компаниясының алатын мүмкіндігі өте үлкен. Ал жетістіктің кілті біздің ниетімізде, әрекетіміз, нәтижеміз ғой. Осы 3 затты қатар ұстап жүріп жұмыс жасайтын болсақ, біз всегда жетістікке жетеміз. Енді сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Главное, ұмытпаңыздар, ешкім сіздер үшін сіздің арманыңызды жүзеге асырып бермейді. Егер бүгін бастамасаңыз, ертең дәл қазір отырған орныңызда отыра бересіз. Әрекет, нәтиже жасайсыз, алға ұмтыласыз, сіз жеңіске лайықтысыз. Солай ғана жұмыс жасауға болады да. Главное, әрекет етуім керек, нәтиже жасауым керек, ұмтылуым керек. Мен жеңіске лайықтымын деп өздеріңізге күнделікті айтып отырып жұмыс жасасаңыздар болады. Команданы да өсіру оңай. Өзіңіз любой нәрсені оңай деп қабылдасаңыз, сондай болады. Және арада болатын кішкене енді болмайтын, енді былай айтқан кезде қиыншылықтарды менің алдымда үлкен жетістік күтіп тұр. Соның алдындағы мынау кедергілер деп санаңыз. Азына олақ сынақтар, осы сынақтардан өтіп кетсем, ертең жетістігім мен алдымда күтіп тұр деп өздеріңізге айтатын болсаңыздар, дәл қай жерді көздеп отырсыз, сол жерге жетесіз. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Да, Персіз ханым, микрофон қосайын ба? Қоса беріңіз, сұрақтарыңызды қойса болады. Құрметті әріптестер, қолдарыңыз көтерсеңіздер, микрофон қосам. Естілдім ғой, мен бәрін айтты. Бәрі естілді, анық, бәрін естілді, молодцы. Құрметті әріптестер, қолдарыңыз көтеріңіздер, микрофон қосам, сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Главное, жетістік мені күтіп тұр деп алға қарай мақсаттарыңызды қойып жұмыс жасай беріңіздер. Главное, тоқтамаңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Авилайн туралы айтыңызшы. Авилайн? Енді біздің Авилайн продукциясы ол именно бактерияларға, вирустарға, одан бөлеген, оның былай айтқанда өте қасиеті өте көп. Енді каждый адамның ішінде құрттар бар. Өйткені біздің қазір ауамыздың өзі таза емес. Сол именно ішкі организме жаңағы шлактарды, токсиндардың шығуына жақсы көмектеседі. Мынау сіздің ЖК-ңыздың жұмысын жақсартады. Каловый камендер бар ғой, соның барлығын шығуына жақсы көмектесетін продукция. Авилайнды біз именно псориаз, экзема, ер азаматтардың ауруларына, әйел адамдардың женский жақтағы проблемаларына береміз. Полностью, былай айтқан кезде, құрт іштегі бізге
керекті құрттарымыз ол біздің организмімізде қалады, керек емес бактерия вирустарымыз жаңағы полностью іштен шығып кетуіне жақсы көмектесетін продукция. Былай айтқан кезде, бір сөзбен айтқанда, полный организмнің детоксикациясы ғой, ішкі организмнің тазаруы ғой. Авалайн, соған түсінсеңіз болады. Сіз неге ішіп жатсыз? Авиалайн жатарда ішем, 2 таблеткіден дұрыс қабылдап Иә, жүрмін. именно жатарда ішсеңіз, ол біздің түнгі уақытта байқасаңыздар, барлық вирустарымыз қозады. Түнгі уақытта баланың өзі ауырған уақытта түнде қатты ауырады ғой. Дәл солай үлкен адамдардың да аяқ қолының сырқырауы барлық түнде болады. Ал біздің ішкі организмде жаңағы мен айтып жатқан бактериялардың барлығы түнде, олар жұмыс жасайды да, әрекет. Сіз соны именно жатарда ішіп жататын болсаңыз, азанда уже барлығы жақсы болып тұрады. Күндіз магний ішемде, жатарда авиалайн ішіп жүрмін. Енді осы Иә, кезде ем болсын. бола ма? Осы ішіп жатқан кезде ішу бола ма бірігіп? Екі продукцияңыз бітіріп алсаңызшы. Магний мен авалайныңыз бітіріп алыңыз. Авалайннан кейін магний мен гипалайнды ішсеңіз жақсы. Жақсы, рахмет. Ем болсын сізге. Әумин. Қайырлы кеш. Кеш жарық. Перизат ханым, сізге рахметімді айтқым келеді. Өте түсінікті айттыңыз, бәрін түсіндірдіңіз, ерекшеліктерін әдемі көрсеттіңіз. Рахмет көп. Советник екенсіз, президент болыңыз. Әумин. Өте жақсы. Сізде президент болыңыз. Әумин. Рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Барлығына жауап беремін. Командаға мотивация қалай бересіз? Командаға мотивация жанып тұр. Айзат деген, білмеймін, бар ма осы чатта, жоқ па? Но возражение көп та у нее, вот, ой, ондай магний болса уже бәрі алып ішпей ма дейді, сондай көп возражение. Ол қыз айтады, біздің қазақтарға сатқанша шетелге сату оңай дейді. Сол, қалай возражение? Мотивация. Ол кісінің өзі сенбей тұр да, ол кісінің өзі біріншіден өзіне сенбей тұр. Екіншіден ол продукцияны айта алмай тұр. Өзіне сенбеген адам, ол всегда бірінші біреуге айтпас бұрын біреудің қалтасын санап алады. Ал қазір ана мен магний туралы айтатын болсам, ол маған жоқ деп айтады. Бірінші очередь, екінші очередь қымбат деп айтады. Үшінші очередь ананы айтады деп біреудің қалтасын санап алады, содан кейін барып ұсынады. И олған ал жаңа ұсынған адам дәл соны айтады. Бірінші біреуге бірдеңке ұсынатын бұрын сіз өзіңізбен сөйлесіп алуыңыз керек. Прям айнаға қараңыз да сөйлесіңіз. Жаңағы неңізге. Партнеріңізге айтыңыз, айнаға қарасында өзінің сенімділігін артсын. Адамдармен сөйлесуге қорқады, значит, ол кісі. Прям айнаға қарап сатсын, өз-өзіне продукцияны сатсын. Егер адам өз-өзіне продукцияны сата алса, оған ешқандай мотивация керек жоқ. Ол кісі прям жүріп өтіп, любой адамға алдыртатын болады. Главное, өзіне сату керек. Бірінші продукцияны, маркетингті өздеріңізге сатыңыздар. Өздеріңізге саттыңыз ба, ары қарай сізге жұмыс жасау өте оңай болады. Ал мен ұнап тұр, магнийда, хэппилайн, өте ұнап тұрды. Қорқып тұр ғой. Ол кісі қорқып тұр, елге айтуға қорқып тұр ғой. Соны, аудиоч өзіне чат ашсын да, өзіне бір чат ашсын группа, или сізбен ашсын Дина ханым, сөйтсін да, сол жерге сіз сұраңыз, сіз ол кісі клиент болыңыз. Сізді танымайым десін да, сіз айтыңыз маған, ол кісінің нелерін түсінесіз. Сразу оғасыз. Екеуіңіз сөйлесіңіздер бір чатта. Прям сіз оған клиент болыңыз. Сіз возражениеңізді өзіңіз айтыңыз. Ол кісі бастайды ғой, бастаған уақытта уже сіз қателіктерін түсініп отырасыз, сіз уже командамен жұмыс жасап жүрген адамсыз ғой, сіз уже лидерсіз ғой. Сразу оғасыз. Сөйтіп жасасаңыз, сіз сразу тауып аласыз, и ол кісіге көрсетесіз, мынаны былай айт, мынаны былай айт деп. Сонда жасау оңай болады. Дина ханым, түсіндіңіз ғой,
Или чат на троих ашып жұмыс жасаңыздар. Мен естілмей қалдым ба? Арман? Жоқ, естіліп отырсыз Перизат ханым. Интернет что-то слабый, да. Естідіңіз ғой, Дина ханым. Чат на троих ашыңыз да, өзіңіз отырыңыз, о кісіні отырғызыңыз, и о кісінің шақырып атқан адамын бір үш чатқа кіргізіңіздер де, екі жақтан жұмыс жасасаңыз, сол кезде сразу білесіз, қалай жұмыс жасап жатқанын, қалай түсіндіріп жатқанын. Сол кезде о кісімен жұмыс жасау оңай болады сізге. И о кісіге де жақсы көмектесесіз, үйретесіз. Рахмет, Перизат ханым, көп рахмет. Аха. О бүгін менеджерді жапты, екі коробкасын алды. Оңай Рахмет сізге. Сәттілік сізге. Сәлеметсіз, Перизат ханым, сұрақ қойсам бола ма? Иә, қойыңыз, сәлеметсіз бе? Аха, сәлеметсіз. Мен жасым 36-да, 1 жас 1 айлық балам бар. Менде бала кезден запор, менде бір капсуладан ішіп жатырмын, бірақ 2 күн болды 2 капсуладан қосып жатырмын. Кеше ғана 2 капсула қосқанда ғана әсер етті, оның өзінде ертеңінде ғана әсер етті жаңағы запорыма. Бұлай балама да әсер етпей жатыр жаңағы запор, баламда да запор. Баламда да запор дейсіз бе? Енді пока мен біреумен ішіп көрген кезде сіздің балаңызға ешқандай зияндық әсер болмады ғой. Енді екеулеп ішіп қолдана беріңіз, пока мен дозаны сол екеуден асырмасаңыз, все равно кішкентай балаңыз бар ғой. Оған қосып, сіздікі неден запорыңыз? Например, менің өзімде неден? Загиб бар да менің өтімде. Например, менің запорым содан болады, загибтан. Бірақ маған менде именно мынау хапилайннан именно загиб болған уақытта өте хапилайн жақсы көмектеседі екен. Мен өзім хапилайн ішкелі бері өте жақсы болды. Маған бола ма хапилайн? Сізге хапилайн болмайды. Сізге хапилайн болмайды, өйткені сіздің кіттей балаңыз бар. Аха, сосын 2 балама да бер жатыр еміз, 11-де, сосын 8-де. 11-дегі балама 1 капсуладан, 8-дегі балама 1 капсуланың жартысын беремін. Ішіп жатқанымызға 3 ай болды, бірақ оларға да запорына көмектеспей жатыр. Олар енді сабақтан балаларға авалайн қосып бермейсіз ба? Балаларға авалайн неге бермейсіз? Енді ғана қосайын дедім авалайнды, магний ғана бер жатырмын екен, авалайнға кішкене не қорқақтадым да. Жоқ, негізі авалайнды мен 2 жасар қызым мен 5 жасар қызым да іше береді, өздері сұрап ішеді, ауырып тұмау тиіп бірдеңке болып бастаған уақытта олар өздері маған авалайн берші деп ішеді. Негізі балаларға авалайн бере берсеңіз болады, ешқандай зиян жоқ. Керісінше іштегі құрттар болады ғой, соның барлығын жақсы шығаруына көмектеседі. Бізде Лескүл деген кісі бар, сол кісінің немересі 4-те деді ғой деймін. Именно садикке барып келгеннен кейін жаңағы көчешкасын қайта-қайта ұстай береді екен. Сон 9 күн берген авалайнды, 9-шы күні кәдімгідей гаш оққан неше түрлі құрттар түскен ғой. Просто түсіріп алуға жеркендім. Сондай менде нәтиже болды немеремнен деп айтқан болатын. Сондықтан қорықпай бере беріңіз. Маған ішуге бола ма авалайн? Авалайн негізі ешқандай зияндығы жоқ. Жарайды. Болады негізі. Біз өзіміздің командадағы жаңа босанған қыздар іше береді. Әркімнің организмі әртүрлі ғой енді. Бірақ бізде бар ішіп жатқандар. Туа салып магний водородты, одан кейін 1 айдан асар аспай уже авалайнды қосып ішіп жатқан бізде партнерлар бар. Мен өзім командамда бар. Жарайды, рахмет, жақсы. Ем болсын сізге. Рахмет, сау болыңыз. Біздің продукциялардың барлығы шөптен жасалған ғой, сондықтан қорықпай іше беріңіздер. Магний водородпен қосып авалайнды соларды. Именно бір магнийға қадалып қалмаңыздар, мына магний маған елатып. Оған қосымша көмек керек. Қосымша көмекке егер сізде ішкі, енді әр адамның жасына байланысты ішіндегі проблемалар, енді шлактар, именно шлактардың да
асқынып кеткен болады. Көп адамның ЖК-сы дұрыс жұмыс жасамайды, асқазан ішек жолдары, тоқ ішектері толып қалған болады жаңағы шлактарға. Вот соның барын тазалау үшін магнийға қосымша авалайнды, одан кейін гепалайнды ұсынған дұрыс болады. Бірақ бірінші авалайнды, екінші гепалайнды ішіп алған дұрыс. Одан кейін мынау бас ауруларына, мына именно остеохондроз, вот именно мынау мойында тұз жиналу, соның барлығына бізде синерджилайнды ұсынған дұрыс болады. Өте жақсы нәтиже көрсетеді. Сәсенем ханым, саламатсыз ба? Сұрақ қоясыз ба? Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Абалай шеберсе бола ма? Магний водородсыз. Абалайнды магний водородсыз біз іше береміз, болады іше беруге. Ол да шөптен жасалған ғой. Құрамында өте керемет шөптер бар, оның пайдасы өте зор. Ішкі организмнен шлактарды барлығын шығарғанға. Қорықпай іше беріңіздер. 8 жасар балаға беру керек еді, соны ана нені магний водородты алғысы жоқ та, Абалайның өзін ішсем дейді. Бола ма? Абалайның өзін балаларға іше беруге болады, бере беріңіз, қорықпай. 8 жасар балаға 8 жасар балаға біреуден беріңіз. Біреуден по таблеткасын, я бөлмей аға. 10 күндей Раушан ханым біреуден беріңіз. Одан кейін 11-ші күннен бастап азанда кешке 2 уақыттан беріңіз балаға. Рахмет сізге. Қорықпай бере беріңіздер. Бала болса, басқа продукциялардан бастап бере беруге болады. Енді главное несіне байланысты, ауруына байланысты. Рахмет сізге. Ем болсын. Алла разы болсын, рахмет. Сізге де Алла разы болсын. Тағы да сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, әлі біраз уақытымыз бар. Алло. Айта беріңіз. Тыңдап тұрмын. Сәлематсыз ба? Сол мен жүзі қуаныштымын. Анамның мойнынан бір грижа шығып кетті. Бүгін Құдайға шүкір, бәрі жақсы болды менде. Соны айтайын дегенім. Ем болсын сізге. Аумин. Күшті. Құдай Алланың тағдыры менен сіздер, бірінші Алла, екінші сіздер. Сәсенем ханым, саламатсыз ба? Сәсенем ханым. Мен ғой, мамаңыз жақсы болды ма? Шүкір. Жақсы. Ол кісінің несі страшный еді ғой, жарасы. Я. Кім? Сіз қайдасыз? Жібек ханым. Я. Страшный болды, я, дұрыс па? Ойбай, өліп қалма деп ойлап, бәрі раковая система деп айтпады. Құдайға шүкір. Жақсы, шүкір, соны қазір қуанып атырмын. Мамаңыздың жаман болатын жарасы. Қуанып атырмын, өте қуаныштымын. Жаман болатын. Өте керемет көмектеседі. Қорықпай ішу керек. Одан кейін басқа продукцияларды қолдану керек. Бір сұрағым бар еді. Сәлеметсіз бе, Халида Махмудовна? Қалайсыз? Да. Рахмет. Фарида ханым, вот у меня такой вопрос. У меня самой, я пью магний водород. Это правая сторона очень болит. Ой, левая сторона, руки болят сильно и постоянно тяжесть. Когда хожу, в груди щипит, прям усталость, слабость чувствую. Халида Махмудовна, хапилайн қосып ішпедіңіз ба магний водородқа? Хапилайн алмадым, бірақ не ішіп жатқан едім. Халида Махмудовна, ғой? Именно магний водородпен жүрек қан тамырларының жұмысы жақсару үшін обязательно хапилайн ішіңіз. Одан кейін хапилайн біздің миымыздың қызметін жақсартады. Именно басымызда қан тамырлардың жұмысын жақсартады и жүрек қан тамырларын жақсартады. Сондықтан Халида Махмудовна магний водородпен қосып хапилайн ішіңіз. Хапилайн ішіңіз. Обязательно ішіңіз. Ем болсын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мен бір сұрақ қояйыншы.
Аха. Мен де бір сұрақ қояйыншы. Менің бір туысқаным, туысқан ағам 60-тан асқан кісі, ол кісі памятін жоғалтып бара жатыр, жаңағы инсультті алып қалған. Магнит жатқанына бір 15 күндей болды бір таблеткіден, бір капсуладан. Сосын мен 2 капсулаға қосыңыздар десем, оған өзінің қаны сұйық дейді, ана бір лез моншада түскен кезде қаны атқылап, әрең тоқтатамыз йодпен дейді. Сонында Снержелайн немесе Хепилайн Сенерджилайн беріңіз. Егер неден кейін Сенерджилайн бергеніңіз дұрыс болады, өйткені Хапилайнның құрамында өте керемет күшті шөптер бар да. Лучше Сенерджилайннан бастаңыздар. Магнийға Сенерджилайн қосып беріңіз. Ал магнийді бір капсуладан бола берсін бе? 2 капсулаға көтерсін бе? Енді ол кісі өзі 2 капсулаға көтергісі келмей тұрса, қинамаңыз, өйткені адам өз организмін біледі да, ол өзінің несін біліп тұр ғой. Организм өзін тыңдаған. 2 капсула етпей қойық, өйткені қаны сұйық деп сөйдейді. Қан сұйық адамдар болса да инсульт ала бере ма, қан сұйық болса да? Инсульт деген енді әр нәрседен болады, ол стресстен де болады. Бір жерден шок алып қалғаннан да болады инсульт деген, ол только қан қоюланғаннан болмайды, ол неше түрлі жағдайлардан болады, неше түрлі сыртқы факторлардан болады. Өзіне бір қатты шок алып қалса, содан да инсульт болады. Менің өзімде ағам бар, инсульт алған. Ол кісі де полностью бір жағы дұрыс жұмыс жасамайды, дұрыс сөйлей алмайды, бірақ қазіргі таңда жақсы. Именно сол кісіге Хапилайн берген уақытта сол кісі айтты, Хапилайн ауыр екен бізге деп. Содан кейін қазір ол кісі магний водородпен Сенерджилайн ішіп жатыр, өте жақсымын деп айтып жатыр. И ана сөзіндегі дефектілер жайлап кетіп жатыр. Қазір уже кішкене сөйлеп келе жатыр. Ал? Қаншадан берейік? Снержилайнды қаншадан берейік? Пока біреуден бере беріңіз. Содан кейін уже ана кісінің әйелі өзі байқайды, сол кезде екеуге көтеру керек болса, сонда көтереді. Оға дейін пока біреуден бере беріңіз. Көп рахмет, жақсы. Рахмет. Перизат ханым, сәлеметсіз ба? Мынандай сұрақ, менде партнер 69 жаста әйел кісі, аневризма головного мозга, операция жасаған. Магний водород ішті, авалайн ішті, хипариды ішті, енді қандай Сенерджилайн қосайық па? Оны мне тамақтың астында подбородок дірілдейді, соңынан оған раздражение, нервозность. Нервоз. Хапилайнды неге жалғастырып көбірек ішпеді? Бір упаковкасын ішті и болды. Енді Хапилайн бір упаковкасы, ол кісінің сондай жас бар, еще ондай ауруларға көбірек ішкен дұрыс болады ғой. По-любому көбірек ішу керек. Сенерджилайн беріп көрсеңші, негізі Сенерджилайн Хапилайнға қарағанда тоже мидың қызметін жақсартқанға жақсы көмектеседі. Адамның ойлау қабілетін жақсартады. Зейінді жақсартады. Тоқтатпай іші берсін ба, уже 9 ай ішті. Магний водородты вообще негізі тоқтатпай, егер жүрек қан тамыр ауру тағы бірдеңке болса, вообще негізі полный айыған десе, асықпай жылға дейін ішкен дұрыс болады деп мен өзім ойлаймын. Өйткені біз магнийді күнделікті жоғалтамыз ғой. Магний водород артық организмде болмайды ғой, да? 10 ай демалып алуға болатын шығар, бірақ тоқтатпай ішкен дұрыс болады. Өйткені ол кісілердің ауруы астып кеткен ғой. Ол кісі айтады, мен больницке барып анализ тапсырдым дейді, менде результат көрсетті дейді, магний водород менде асып тұр дейді организмде. Олай болады ма? Білмеймін енді. Мен врач емеспін, бірақ енді біз өзіміз күнделікті осы сетевой саласында жұмыс жасап кетқан 4,5 жыл болып келе жатыр ғой. Енді магний асып тұр дегенді естімеппін. Енді магний асып тұр десе, онда магнийді ішпесін, басқа продукцияларды іше берсін. Біздің басқа продукциялардың өзі де жақсы көмектеседі ғой. Хапилайн беріңіз, Сенерджилайн беріңіз, нерв жүйесін. Ол кісі дірілдеп тұрса, значит, нерв жүйеден болып тұрған шығар. Басына 2 рет операция істеген. Бір жағында аневризма болғанда скобта қойыпты, скобы. Екінші жағында просто операция істепті. Бізде Улмекен деген біздің
біздің командада, именно менің командамда Ұлмекен деген кісі бар. Ол кісіде именно басында проблемасы басында ол кісі рак деп берген екен. Осы биыл барған уақытта сол орнында тоқтап тұр деген, вообще ұлғаймаған. Операцияға бару керек деген, бірақ сіз пока бармаңыз деген ғой ол кісіге операцияға. Сіз жақсы нәтиже алдыңыз деп. Ол кісі негізі өзі жатып қалған кісі болғанда, только мороженое жеп жатқан екен. Осы біздің магний ашек водородын қолданып, аяғынан тұрған, қазіргі таңда өз аяғымен жүріп жүр. Нәтижесі өте керемет. Сондықтан продукцияны ауыстырып ішіп тұру керек. Біздің продукциялардың барлығы жақсы действует етеді. Қорықпаңыздар, іше беріңіздер, ем болсын. Happy Line берейін, Synergy Line, сосын Synergy Line мен бастапқыда Happy Line беріңізші. Содан кейін Avaline-да бере беріңіз. Ішкі организмде шлактар болуы мүмкін. Енді осынша жасқа дейін жүрсе, онда значит зашлакованный организм болса да, ол сондай болады. Аневризм головного мозга очень серьезное заболевание. Аневризм. Ол грыжа сосудов. Врачына барып сұрауға болады, негізі өзінің жаңа именно Happy Line-ды өзі не ішкісі келіп тұр, соны айтып, соның құрамындағы нелермен олар өздері жасап береді врачтар. Қазір врачтардың өзі біздің именно компанияның продукцияларымен айналысып жатыр ғой. Сіз спонсорыңызға шықсаңыз, сол кісінің заттарын жіберіңіз, қандай ауру бар, соның барлығын қағазын. Бізде врачтар бар, сол кісілер арқылы біліп берсін, именно қай продукцияны болады. Врачтардың да бір кеңесін алған болады. Рахмет сізге, аға. Ем болсын, саламатсыз? Саламатсыз, мен жақында қосылып едім. Сұрайын деп едім, мына қазір магний водородты ішіп бастап жатыр. Енді салмақ жинау үшін сосын Avaline-ды қанша уақыт ішуге болады? Негізі айта беріңіз. Водородты 2 апта ішкеннен кейін Avaline қосқан дұрыс па, әлде бір 5-6 күн ішіп, жас адам ғой, 32 жаста. Енді жас адам болса, онда где-то 10 күнге, 7 күннен кейін де қоса беруге болады. Біз өзі 5 күннен кейін қоса бер деп айтамыз жастарға. Үлкен кісілер болса 10-шы күні қос деп айтамыз. Өйткені үлкен кісілердің ішкі организмі қаншалықты зашлакованный болады, олардың давлениясы болады. Енді букет ауру болады ғой, соның барлығын қатты біздің продукция ол обострение береді, обострение арқылы емделу жүреді. Сондықтан 10 күннен кейін деп айтамыз үлкен кісілерге. Енді жас болса, онда 5-ші не 7-ші күннен қоса беруге болады Avaline-ды. Сосын оны қалай ішу керек? Мысалы, таңғы астан кейін магний водород, әлде екеуін бір-бірден іше берген дұрыс па? Қанша уақыт ішуге болады? Магний водородты тамақтан кейін 20 минут пен 30 минут аралығында 50 грамм сумен ішесіз. Avaline-ды кешке жатарда да ішуге болады. Кешке жатар алдым, жатып қалған кезде емес, жатуға 1 сағат, 1,5 сағат қалғанда ішуге болады Avaline-ды ұйықтар алдым. Өйткені сол кезде жақсы көмектеседі. Кейбір кісілер мен жатарда ұмытып кетем дейтін кісілер болады. Ол кісілерге біз айтамыз, именно азанда аш қарынға іш деп. Қанша уақыт ішуге болады? Профилактика ретінде ішсе, 3 ай ішкен дұрыс болады. Avaline емес, именно Avaline-ды 1 ай ішсін, одан кейін Gepalaine-ды ішсін, одан кейін чередовать етіп 3 ай ішуге болады продукцияны. Сонда тоқтатпай 1 жылда ішемесе болады. Ал егер сіз бір жерге емдік қасиет ретінде ішіп жатсаңыз, 6 айдан 9 айға дейін ішсеңіз болады. Жақсы түсінікті. Ем болсын. Ал енді мен сөйлейін. Аға, Насиба ханым. Перизат ханым, 35 жастағы жігіт, гепатит Б, соған не берсек болады? Бізде Айнұр ханым болды, гепатит Б деп жүрді. Сол кісінің именно гепатит Б-сы азайды, потом кетті деп осы жақында ғана айтты. Ол кісі магний водород, осы біздің компанияның тең жартысы продукциясын ішіп шықты. Именно бауырымды емдеймін деп жүріп, жаңағы Avaline, Gepalaine ішіп жүрді да, сол кезде сол гепатит В анализ бар тапсырғанда деді, мөлшері азайып қалыпты деп айтты. Именно гепатит В деп айтқан болатын ол кісі. Магний водород, Avaline, Gepalaine ішті ол кісі. Avaline тоже, да? Перизат ханым, саламатсыз ба? Кеш жарық. Кеш жарық. Бүгінгі сабағыңыз үшін сізге үлкен алғыс.
Прям бүгін байланыста анық естіліп тұр, даусыңызда, энергияңызда бері қарай сезіле білді. Сіздің жаңағы чатта байланыс жасау деген идеяңыз қатты ұнады. Соны енді практикада қолдану керек болып тұр. 2 адам мен 3 адаммен деген. Енді мына жерде бүгін ойлап едім, сіз маркетинг туралы қойып жатқасын, тек маркетинг айтылады ма деп. Денсаулыққа байланысты сұрақ қойып жатқасын, мен де сізден сұрап жіберейін деп едім. Мына 13 жаста қыз бала бетіне безеу шығып жүр да. Переходной возраст шығар, магнийді ішіп жатыр, бір 5 күндей болды. Соның қасына авелайн қосып ішуге берейік десек, не авелайн ашшы дейді. Енді гипалайн берсе қалай болады осы уақытта? Гипалайн берсеңіз де болады, ол да жақсы көмектеседі, гипалайн. Аха. Одан кейін ана магний водородный кремді көрмедіңіз ба? Ол да жақсы кетіреді екен. Негізі ішкен уақытта, сыртына жаңа кремді қолданған уақытта именно беттегі безеу солардың кетуіне жақсы көмектеседі екен. Жақсы. Аха, рахмет көп. Үлкен статустарды тезірек бағындыра беріңіз, біз қуана берейік. Әумин. Сұрағым бар еді. Қан сұйылтып ішіп жүріп, магний қосып ішуге бола ма? Қан сұйылтатын таблеткамен бірге. Енді ортасын 3 сағат деп айтамыз біз негізі. Басқа дәрімен қолданатын болсаңыз, онда арасын 3 сағат. Қан сұйылтатын менде 2 рет, таңертең, кешкісін. Мен обедтен кейін магний ішіп жүрмін, тамақтан кейін, 20 минуттан кейін. Негізі магний ашекінің өзі де қанды жақсы сұйылтады ғой? Жоқ, врачтың назначениесі бойынша оның да таблеткасын ішіп жатырмын, магнийді ішіп жатырмын. Ем болсын. Шеберіңіз болады. Бетюлайн жайлы сұрайын деп едім, апам бастап ішіп еді, қай уақытта ішкен дұрыс. Ол кісі бүгін бастап 1 таблетка ішті, ертең ораза ұстаймын, сол кезде қалай ішкен дұрыс дейді бетюлайнды. Азанда сәресіге тұрған уақытта аш қарынға ішіп аласың да? Аш қарынға? Ер адамдарға бетюлайн ішуге болады ма? Болады. Ол не ғой, ешқандай зияны жоқ қой оның. Ішінде электрокок, жасыл чай, генка белоба ғой. Әйелдерге деп жазылған ғой онда деген. Жоқ, әйелдерге бетюлайнды айтып жатсыз ба? Бола береді. Сіз бетюлайнды айтып жатсыз ғой, мен сен айтып отырмын. Бетюлайнды ер кісілерге де ішуге болады. Ол жақта ешқандай гормондарға зиян келтіретін әйелге, еркекке де жазылмаған ғой. Оның ішіндегі шөптердің өзі ол өте керемет шөптерге бай. Бетюлайнды ішкенде қандай қасиеттері бар? Мен апам крем алып жақты, бетюлайнды қосып ішіп жатыр. Дұрыс қабылдап жатыр ма? Бетюлайнның қандай әрекеттері бар мысалға? Бетюлайн ол ішкі жақта мына теріні жасартады. Одан бөлек мына тырнағымыздың, шашымыздың құрамында коллаген бар. Біздің мына сүйектеріміздің, солардың қызметін жақсартады. Аяқ қолдың қызметін жақсартады, шеміршектің қызметін жақсартады. Мына шашымыздың жақсаруына, түсуіне, азайтуына соған жақсы көмектеседі. Мына тырнақтарымызға жақсы көмектеседі, сүйектерімізге жақсы көмектеседі. Оның пайдасы өте зор. Бір адамда шаштар түсіп шампуннан ба, ойлап еді, осыны продукцияларын ішуге болады ма екен деп. Именно бетюлайнды қосуға бола ма ол кісіге? Қосып іше берсін, ешқандай зияны жоқ. Пайдасы болмаса, біздің продукцияның ешқандай зияны жоқ. Іше беріңіздер. Тағы бір сұрағым бар. Өттегі тастар түсіп жатыр дейді. Сол рас па екен? Өтте шамалы тастар бар, оны қалай кетіруге болады екен? Енді өттегі тастар бізде именно авелайн мен гипалайн ішкен уақытта жақсы түсіп жатыр деп айтқан кісілер бар. Біздің команданың қыздары да бар, именно түсті деп айтқан. Ол кәдімгі үгітеді дейді. Магний водород, авелайн, гипалайн, осы 3 продукциядан именно өттегі тас, одан бүйректегі тастар егер ұсақ болса, солардың барлығын түсуіне жақсы көмектеседі осы продукциялар. Осы продукциялардан сондай жақсы нәтижелер болған. Ұзақ шу керек болсын да, ұзақ шу керек та? Мен ұзақ шу керек, өйткені оны жинау үшін де сіз ұзақ жинадыңыздар ғой. Енді оның шығуы да дәл сондай болады. Жақсы, рахмет. Ем болсын. Жақсы, рахмет, Перизат ханым. Бүгінгі керемет ақпаратыңызға, Құдай қаласа, маркетинг план сабағынан командаларымыз керемет өздеріне білім алды деп ойлаймын. Сол үшін сәттілік, сізге рахмет. Ең соңғы сөзімді айта салайыншы.
Ең соңғы Аха, сөзімді айтсаң. айтыңыз. Сіздердің қолдарыңыздан бәрі келеді. Тек тоқтамаңыздар, күмәнданбаңыздар. Және де әр күн сайын мен өзімнің мықты тұсымды көріп отырмын деп, өзіңіздің мықты жағыңызды көріңіздер да. И үлкен жетістік кішкентай қадамдардан тұрады, соны ұмытпаңыздар. Бүгін жасаған кішкентай қадамдарыңыз ертең сіздердің үлкен жетістіктеріңіздің нәтижесі болады. Соған сеніңіздер. Дәл солай Аумин. болады. Рахмет, Перест ханым. Рахмет сізге көп-көп. Алла разы Рахмет болсын. сіздерге де. Құдай қаласа академияда сізді жиі көруге тырысамын. Сабақтарыңыз өте керемет, өтімді. Жақсы, Алдын ала айтып қойыңыз деп. директор статусын жабыңыз, тезірек саяхатқа Әумин, баруыңыз. әумин. Айқалды Алла бұйырса. Рахмет сізге. Жақсы, құрметті әріптестер. Жақсы, рахмет сіздерге де. Сәттілік тілеймін. Аха, жақсы. Мгм.